Қайырлы күн. Бүгін сіздер үшін бет күтіміне пайдалы аскорбин кислотасы жайлы айтатын боламыз. Аскорбин кислотасының ампуласы міне, құрамында С витамині бар, беттегі әжімдер үшін өте пайдалы. Бетті терең нәрлендіріп, қоректендіреді. Қазір мен сіздерге қалай қолдану керек екенін көрсететін боламын. Бізге 2 ампуласы керек болады, және де 1 ас қасық қайнаған су, қайнауы басылған 1 ас қасық су қажет болады. Бұндай масканы бет терісіне пайдалану алдында бірнеше ережелерді сақтаған жөн. Теріңіз аллергияға бейім, жұқа, құрғақ және сезімтал болса, масканы қолданар алдында бетті міндетті түрде сынап көріңіз. Ыдысымызға осылай 1 ас қасық суды құйып, оған аскорбин кислотасын құямыз. Жақсылап араластырып алып, көз айналасына таза терге жағып шығамыз. Масканы уақытылы қолдану керек. Егер масканы жаз мезгілінде қолданған болсаңыз, бет терісінің типіне қарай ылғалдандырушы крем жағып қойыңыз. Маска дайын, осылай көз айналасына жағып шығамыз.